Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы құрылыс материалдарын кептіру кезіндегі масса және жылу алмасу. Кептіру деп булау тәсілі арқылы қатты материалдардың ылғалын жоятын термиялық процесті айтады. Кептіру процесі кезінде материалдар мен бұйымдардың көлемі өзгеріске ұшырайды. Материалдар мен бұйымдардың кептіру кезіндегі өзгеріске ұшырауын шөгу деп атайды. Материалдар мен бұйымдардың көлемінің шөгуі кезінде пішіні өзгереді, яғни деформацияланады. Кептіру процесі кезінде материал бұйымдардан физика-механикалық және физикалық-химиялық байланысқан ылғалды жояды. Кептіру кезінде тек шаю, капиллярлы, құрылымдық және адсорбциялық байланыстары өзгеріске ұшырайды. Кептіру кезінде әрбір материал құрғақ материалдан және судан құралған жүйе ретінде қарастырылады. Құрғақ материалдар абсолютті түрде химиялық байланысты бар ылғалдан ғана тұрады. Сол себепті ылғал материалдың массасын келесі формула арқылы табамыз. Кептіру процесінде керамикалық және жылу изоляциялық материалдардың ылғалдылығы төмендеп қана қоймай, сонымен қатар көлемі де өзгеріске ұшырап басқа қалыпқа келеді. Бірінші ретте материалдың көлемі кішірейеді. Ылғалды жою кезінде материалдың бөліктері бір-біріне жақындай түседі және жалпы көлемі кішірейеді. Көптеген материалдардың көлемдік шөгуі линейлік заңға бағынады. Дененің көлемі және оның ылғалды құрамы байланысы мына формула бойынша анықталады. Материалды кез келген температурада кептіруге болады. Бұл үшін материалдың беткі қабатындағы су буының парциалды қысымынан артық болуы қажет. Ертеректе осы әдіс арқылы материалды кептірген. Кептіру мерзімінің жылдамдауы мен ылғалдың ассимиляциялануына қажетті ауа мөлшерінің азаюы үшін кептіру агенті деп аталатын қыздырылған ауа немесе отынның жану өнімдері қолдана бастады. Кептіру агенті келесі параметрлер арқылы сипатталады. Кептіру агентінің температурасы материал температурасынан жоғары болуы тиіс. Ал су буының парциалды қысымы керісінше материалдың беткі қабатының жоғары болуы қажет. Сондықтан кептіру агенті материалға әсер еткен жағдайда материалға жылу беріп, керісінше материалдың беткі қабатынан ылғалды ассимиляциялайды. Ал бұл құбылыс ішкі жылу және масса алмасу құбылысы деп аталады. Кептіргіш қондырғылар. Кептіргіш қондырғылары құрылыс материалдарын, бұйымдарын және де бөлшектерін кептіруге арналған. Толық механикаландырылған және автоматтандырылған жағдайда үздіксіз, үнемді, тез және бірқалыпты кептіру кептіргіш қондырғыларға қойылатын негізгі талаптардың бірі болып табылады. Кептіргіш қондырғылар кезеңдік, үздіксіз. Материал кептіргіш қондырғыға тасымалданады да өзінің ылғалын беріп, белгілі шекке дейін кеткен соң қайтадан түсіріледі. Кептіргіш қондырғыларда тасымалдаушы құрылғылар ретінде әртүрлі вагонеткалар мен конвейерлер қолданылады. Алдарыңыздағы слайдта кептіргіш қондырғылардың бейнеленуі келтірілген. Кептіргіш қондырғылардың жіктемесі. Әзірге кептіргіш қондырғылары бірыңғай принциптерге сай жіктелу пайда болған жоқ. Оларды жұмыс істеу принципі бойынша жіктейді. Жұмыс істеуіне байланысты кептіргіштерді периодты және үздіксіз етіп бөледі. Периодты кептіргіштер цикл бойынша жұмыс істейді. Алдымен қондырғыны материалмен толтырады, сосын кептіру процесін жүргізеді. Содан кейін кепкен материалды шығарып тастайды. Мұндай қондырғыларда жылу тәртібі стационарлы емес. Үздіксіз жұмыс атқаратын кептіргіштер стационалды тәртіпке жақын жұмыс істейді. Жылу беру тәсіліне қарай кептіргіштер контактілі, конвективті, радиациялық аралас болып бөлінеді. Назарларыңызға рахмет.